Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Камшат. Көбісі мені тиктоктан Ками деп таниды. Мен сіздерге осы роликті түсіріп тұрған себебім Англия туралы ақпарат берейін деген. Көбісі көп эфирге шығамыз, прямой эфирге шығамыз, личкаға көп деген сұрақтар жазып жатады. Неден бастаймыз, қалай барамыз, қалай толтырамыз, кімге ақша береміз, сосын визаны қалай аламыз. Құрметті менің оқырмандарым, подписчиктерім, сіздерге мен сол ақпаратты жеткізгім келіп тұр. Англияға келу үшін ешкімге ешқандай ақша бермейсіздер. Бұл тегін сайт. Специальный сайттар бар, соларды толтырып жұмысқа заявка тастау керек. Сосын оның жұмысқа заявка тастағаннан кейін оның жауабы тек қана электронный почтаға ғана келеді. Сізге ешкім звондамайды, WhatsAppқа шықпайды. Барлық нәрсе электронный почтамен бітеді. Сіз бірінші виза ала алмайсыз. Виза алу үшін сіз бірінші жаңағы заявканы толтырып жіберген сайтқа, сол сайттан одобрение, жұмысқа приглашение алғаннан кейін, онлайн, офлайн собеседование өткеннен кейін, ең соңында барлық этаптан өткеннен кейін, содан кейін барып сізге жұмысқа размещение келеді, сосын қос номер келеді. Сол қос номер сіздің визаңыз болады. Содан кейін барып виза дайындалады. Содан кейін барып сізге виза берілетін болады. Сосын мынандай сұрақ көбінесе қанша теңге кетеді бару ұшаққа келу үшін? Келу үшін сіздерден 600-700 мың теңге кетеді ақша. Оның ішіне не кіреді? Оның ішіне сіздің визаңыз кіреді. Визаны толтырғаннан кейін визаны тек қана өзіңіз төлейсіз. Сіз ешкімге ақша бермейсіз, ешкім сіз үшін төлемейді. Өзіңіздің картаңызды теріп, виза анкетасын толтырғаннан кейін, сосын барып қана төлейсіз. Билет аласыз, содан кейін жол расходы, фермаға келгеннен кейін зарплата алғанша тамағыңызды алатын ақша керек. Сол 600-700 мың теңге, сол осы расходтар кіреді тек қана. Тек қана сізден осы ақша ғана шығады расход. Сосын сайт көбісі білмейді, сайттарды толтыратын кезде қолыңызда заграм паспорт болу керек. Заграм паспортсыз сіз сайттарды толтыра алмайсыз. Бірінші заграм паспорт дайындайсыз. Ол заграм паспортты қайдан алам деп сұраған адамдар бар, менде көп. Соннан аласыздар. Тағда көптеген осындай сұрақтар бар. Мен қазір, мен айтқан болатынмын сіздерге, мен клубника малина фермасындамын деп. Мынау біздің малина. Мен әдейі өшерге келіп сіздерге видео түсірттім. Алдындағы мен тиктокта салған видеоларым болатындым. Горшокқа біз құм салдық, оны жібітіп жатырмыз, оған малина егеміз деп. Енді ол малиналарды кеше біз еккен болатынбыз, оны түсіре алмадық. Сол малина деген міне осылай болып өседі. Көрдіңіздер ме? Міне түбінде мынандай горшок, осындай горшокқа отырғызған малина осындай болып өседі. Қазір малиналар гүлдеп жатыр, әлі піскен жоқ. Телешкамен жүріп, осы малиналар піскен кезде теруге де оңай, тікен жоқ. Осылай. Мынау клубника. Қазір біреуін жейміз. Дәмісіне. Достар, мен профиліме кімге сайттардың ссылкасы керек, мен тиктогым профиліне инстаграм жазып қойдым. Сол инстаграмға кіресіздер, Англияның жалауы тұрады. Соның астында сайттарға ссылкалар бар, видеоларда даже бар көрсетілген. Қазіргі таңда сайттардың бәрі жабық. Олар октябрь-ноябрь айында ашылады. Қазір ашық бізде агропрактика, анкетасын толтырасыздар, профилін толтырасыздар, вакансия ұстайсыздар. Вакансия ұстамасаңыздар, агропрактикадан сізге хабарласпайды. Вакансия июнь айында ашылуы мүмкін. Мен 100% гарантия бермеймін, бірақ мүмкін. Сосын Конкордия сек деген ашық тұр.
анкетасы жеңіл, оңай, соны толтырып заявка жіберсеңіздер болады. Барлықтарыңызға сәттілік, жолдарыңыз ашылсын, табысты болыңыздар. Маған тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Инстаграмға өтсеңіздер, ссылкаларын ала аласыздар.